Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын гречка жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге сәбіз, ет және де картошка, пияз қажет болады. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, қыздырып, үстіне майымызды құйып, майымыз қызған соң осылай пиязымызды салып, пиязымызды сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Және де каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген дәмді тағамдардың рецептерімен бөлісетін боламын. Пиязымызды жақсылап қуырып алған соң үстіне осылай етімізді, немесе сіздер тауық етін қолданып жасай берсеңіздер де болады. Осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Кішкене етіміздің суы тартылғанша. Міне осылай етімізді қуырып алдық. Үстінен енді ұзыншалап етіп турап алған сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізді осылай ұзынша етіп турасаңыздар, піскен кезде әдемі болып көрінетін болады. Сәбізімізді де осылай кішкене қызартып қуырған соң, үстіне ұзынша етіп туралған картопымызды салып алатын боламыз. Және де үстінен бір шай қасық томатымызды және бір шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Барлық заттарымызды осылай араластыра отырып қуырып алған соң, үстінен суымызды құйып, қатты отта қайнатып алатын боламыз. Барлық қажетті заттарды астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Міне біздің суымыз қайнап шықты. Суымыз қайнап шыққаннан кейін үстіне гречкамызды салатын боламыз. Гречканы салған жерім түспей қалыпты. Және де осылай бетінде кішкене суы қалқып тұратындай етіп құйып, қатты отта қайнатып алатын боламыз. Осылай гречкамыз бір қайнап шыққан соң, астын ең төменгі отқа қойып, гречкамызды араластырып, ең төменгі отта жарты сағат пісіріп алатын боламыз. Міне біздің гречкамыз пісіп шықты, өте шашыраңқы болып, әдемі болып пісіп шығады. Барлық шетін бірдей етіп араластырып, ыдысымызға салып алатын боламыз. Осылай ыдысымызға салып, дастарханымызға ұзататын боламыз. Қасына помидор салат, немесе мен секілді сәбізбен пиязды кішкене қуырып жасасаңыздар болады. Сіздерге видеом пайдалы болды деген ойдамын. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.